39-шы есеп. Ықшамдаңыз. Біз мұнда өрнек көріп тұрмыз, осы өрнекті ықшамдауымыз керек. Ендеше жазып алайық. -3х плюс 9y. Жақшаны ашайық. -3 көбейтілген а минус 3а болады. -3 көбейтілген -2b ол бізге плюс 6b береді. Әрі қарай көбейтейік, жақшаны ашамыз тағы да. -1,5 көбейтілген 6 минус 9y береді. Және минус пен минус плюсты береді. 1,5 көбейтілген 2х ол 3х болады. Және жақшаны ашамыз, плюс пен минус минусты береді, минус 6b. Енді қарайық. Бізде x бар, минус 3х және плюс 3х. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы, сондықтан 3х-тан 3х азайтсақ, ол 0 болады. Демек, олар қысқарып кетеді. Енді әрі қарай қарайық. Y барлар 9y және минус 9y. Бұларды бір-біріне қарама-қарсы, сондықтан бұларды да қысқартамыз. Енді тағы да қарайық. Мұнда плюс 6b және минус 6b. Оларда бір-біріне қарама-қарсы болғандықтан қысқарады. Және бізде қалғаны минус 3а. Демек, осы өрнектің жауабы минус 3а болады. Себебі басқа қысқаратын сандар жоқ. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы Д нұсқасы.